Ассалаумалейкум оқырмандар, YouTube каналының көрермендері. Көптен бері YouTube каналға видео салмай кеттім. Оған да бір себептері болды. В общем айтқан кезде YouTubeға кері видео салуды шештім. Көріп отырғаныңыздай, мен басқа сервис, басқа жерге шықтым. Бір талай көптеген өзгерістер болды. Сондықтан таныстырып, сізді видеоға көрсетіп өтейін. Жалпы сервис қалай болып жатыр, қандай көліктер жүріп жатыр. Бізде қазір, мысалы, Toyota Camry автокөлігінде сигнализация орнатып жатыр автозапыспен бірге. Және де мында ВАЗ-2199 автокөлігі. Сол жағынан проблема. Так, кеттік, көрсетейін. Дальше Grand автокөлігі. Бұл көлікте көлік траекет тұр. Осы көлікпен мен жұмыс жасаймын. Қалған жігіттер жалғыз жұмыс істемеймін. Мында қасымда Руслан деген, Дамир деген жігіттер бар. Дамир деген өзімнің оқушым, ол 99-ға тоғын қарап жатыр. Енді мына Грантта оралатын болса, Грант автокөлігінде көлік дұрыс жүрмей тұр, траекет тұр. Кеше қарадық, кеше зажиганиесін қарадық, диагноз жасадық. Көлікте барлық цилиндрда, почти барлық цилиндрда пропуск бар. Пропуск деген именно сол цилиндр жұмыс істемеген деген сөз ол, былайша айтқан кезде. Көліктің иесі бірталай нәрсені ауыстырған, датчиктерді ауыстырған, тіпті головкасында істеген екен. Бірақ головкасында менде күмән бар, сондықтан қазір қараймыз дальше. Және де катализатор алып тастаған. Көлік тартпай жүрмейді мүлдем. Газды до конца басасын жай алып. Катализатор алып тастаған, соған орай бұған прошивка жасау керек, Евро 2 прошивкасын қою керек. Және де бізде қазір Opel автокөлігі, Opel Ушастик, ескі автокөлік, бұл да тоқтан проблем бар. Қазір точно білмеймін неден екен. Қарайтын жерлер бар. Әлі оған ешкім қараған жоқ әлі. Әзірге осы 3 машина қарап отыр. Енді сыртта қандай көліктер бар, соны көрсетіп жіберейін. Сыртта бізде Prior автокөлігін бітірдік, ДТП болған Infiniti Skyline. Көлік салқындай оталмайды, стартер мүлдем қоймайды. Және ар жағында Hyundai Solaris бар, ол да сол жағынан проблема. В общем, осындай жігіттер. Енді қазір Грантыны көрем. Грантыны қазір прошивка жасап көрем. Прошивка в любом случае жасау керек. Неге себебі бұлда катализатор алып тастаған. Видео формат бізде бұрында YouTube'та видеолар дейтін бір машина болатын еді ғой. Қазір көрем қалай болатын. Мүмкін бір машина түсірем, мүмкін толықтай түсірем бе, мүмкін автоэлектриктің бір күні деген сияқты, күніне қанша көлік ондаймын, қандай күнім қалай өтеді деген сияқты форматта түсірем бе, әлі белгісіз. Бірақ дегенмен түсіріп бастау керек, YouTube'қа салу керек, себебі YouTube'тағы көрермендерім сіздер барсыңдар. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментар жазып кетіңдер. Бірден айтып өтейін, сөзден авария болған кездеріне, орысша сөйлеген кездерім, ондай нәрсеге мән бермей қойыңыздар, комментарияға жазып, ақылды болмай қойыңыздар. Жазсаңдар да маған бәрібір, мен өзім қалай айтамын, солай сөйлей беремін. Ол күнделікті өмірде қолданатын сөздерім. Андай қазақша сақтандырғыш, қазақша сөйле деген контент емес. Нағыз қазақша сөйлегілер кезде, тыңдағыларың келсе, әдеби каналдар бар. Соларды қарауға болады. Ал менің каналым техника каналы, көлік жөндеу каналы. Бұл жерде техникалық сөздер, күнделікті қолданып жүрген сөздер. Солай предохранитель, реле, жаңағыдай эбу, мазға деген сияқты сөздер қолдана береді. Соны бірден ескертіп алайын. Так, енді мен қазір көлікке прошивка жасаймын. Ол үшін біз не істеу керек? Ол үшін бірінші компьютерін шешіп аламыз. Компьютерін шешіп алғаннан кейін на столе дейді, яғни столдың үстінде қосылып прошивка жасаймыз. Так, жігіттер, прошивка жасамас бұрын біздер диагностика арқылы ID дейді, ID-ге қойламыз. 484 GG03 деген. Осы мен скрин жасап аламын. Дәл осындай прошивканы қою керек бізге. Сол үшін диагностика арқылы біліп аламын, қандай екен. Енді шешуге болады. Береміз. Негізі компьютер мына аяқ астына тұру керек. Бірақ су кіретін болғасын маған дейтін жоғарыға шығарып қойған, бірі болтпен ұстап тұр. Сол болт шықпай жатыр, ыңғайсыз алып тұр. Мен бұрап отырмын. Бірақтан мына жақтан тұр екен, айналып кетіп тұр екен.
Неден бұрап атырым. Шықпайды, оказывается. Мен жағында бар екен. Өмір ғой, өмір. Қолымда он жоқ. Нешелікті ойын. Он трещотка. Түбіне қыстырып қойған ғой, түбіне кәдімгі. Мына жерге сеп қойған кәдімгі. Болды, шешілді. Бұған да бір жарты сағат уақыт кетті. Заводской болмағасын солай. Кеттік, бір швечка жасаймыз. Сосын ЕГР, в общем, экология жауап беретін нәрселерді өшірген кезде Евро 2 прошивка жасалады. Сосын иммобилайзерді өшірген кезде жасалады. В общем, кез келген шарттарды істеу үшін, көліктегі бір определенный датчикті айыру үшін, өшіру үшін болмаса, сондай нәрселер қолданылады прошивка. Біздің жағдайда енді катализатор алып тастағасын, бізде жаңағы не прошивка жасау керек. Мен сен 4К-ны тауып алайын. 4К-ны кетір екен. Информация. Бізге енді дәл осылай қосылу керек болады енді. Біздің компьютерге осылай қосылу керек. Біздің программамыз солай айтып тұр. Қолымда переменный резистор бар. Дайын тұрған резистор жоқ. Сол үшін бізде қазір 1/2-ні шығарып аламын жүзден. Тестерді көрсетіп жібер. Тестерді 1/2-ні шығарып алып, осыдан көрсетіп жіберемін мысалы. Мен 1/2 килоом. Осыны мен осы арқылы қазір переменкімен шығарып алуым керек. 1/2 мені шамаласты. 1/2 килоом шығарып алдым. Сосын 1/2-ні шығарып қойайын, былай өлек қойып қойайын. Ал тағы да бір резистор керек деп тұр. Резистор деген кедергі деген сөз. Оған 470 Ом керек дейді. Мен 470 шамаласып тұр. Осы екеуін дайындап қоям. Мына схеманы қарасақ, power плюспен, мысалы плюс барады, мында барады, мында біреуіне барады, екеуіне барады, үшеуіне барады деп тұр. Сосын мынан жалғанып 1/2 килоомыз мына резисторымыз программированиеге барады, сосын шығып екі жаққа таралады деп. Мына жақта can high, can low, can шейна ғой. Соған бір именно can high-ға бізге бір резистор 470 керек. Екеуін дайындап қойып, мені осыны біз қайда қосамыз? Мына құрылғыға қосамыз. Осыны мында қосамыз. Сонымен жігіттер, компьютерге былай қосылдық. Жаңа айтқан схема бойынша екі резистормен қосылдық. Бізде подключение қосылды. Енді біз прошивка тағып қоямыз. Машинаның номерін жазып қойын. Кері өзінікін жазып беру үшін 819 гранты деп қоямын мен. Гранты. Так, қайда қойып қойын? Пока рабочий стол қойып қойын. Сохранить. Так, бізге EEPROM керек емес. Флешпен EEPROM сақтап қойайық. Бұны сток деп айтады. Өзінің родной прошивкасын сақтап аламыз. Содан кейін барып, біздің Евро 2 прошивкамызды, дайын прошивкамызды қоямыз. Қазір межде 18%, 19% жүріп жатыр. Қазір біз чтение оқып сақтап аламыз. Содан кейін барып жазуға рұқсат болады. Бірден бет жазып тастасақ, өзінің роднойын шығара алмай қаламыз. Операция успешно завершена. Окей, сақтап алдық. Енді біз запись жасаймыз. Ол үшін запись деп біздің жаңағыдай прошивкамызды тауып аламыз. Start Power деген. Қатты жүреді деген. Открыть. Flash EEPROM. Окей. Болды. Прошивка жазу процесі басталды. Бұл жерде
Бізге свет өшпеу керек, ноутбук өшпеу керек, аккумулятордан питание кетпеу керек. Мына жерде қозғалмау керек қой, былайша айтқанда. Қазір бір жерге кетіп қалса, прошивка кетіп қалады да, бұл компьютеріміз ұйықтап қалады. Сондықтан сақ болу керек. Операция успешно завершена, болды, прошивкамыз бітті. Енді көлікке саламыз кері. Так, енді жігіттер, көлікті қоталдырмас бұрын бір сброс жасап аламыз. Так. Не кетпей тұр екен. Все болды. Енді қазір қарап жүрейік. Мына жерде паспортта бізді көрсетсе. Енді оталды бір тексеріп жіберейік. Енді көлікті не істеу керек? Қазір мен не істеп көрейін. Мына жерден корпусты қарап көрейік. Оталдырамын да. Мына жерден пропуск бола ма, болмай ма қарап жүреміз. Кішкене газ басып жіберші. Еще. Еще. Тағы да. Екінші цилиндрде кішкене бар екен. Тағы да бас. Екінші цилиндрде кішкене пропуск бар. Тағы да бас. Төртінші цилиндрде пайда болды. Тағы да бас. Так. Аз-маз пропуск бар, бірақ газ алу өте жақсы. Сондықтан не істеу керек? Көлікті жүргізіп айдап көру керек. Енді қазір келесі тесті сыртта айдап көреміз. Сонымен жігіттер, тест кеттік. Жүргізіп көреміз. Қаншалықты тартатын біздің прошивкамыз. Нормально тартып тұр. Кеше қандай болған жоқ мүлдем. Более-менее. Кеше мүлдем басқан жоқ. Кеше қараған кезде газ до конца басам, бірақ та андай гүрілдеп жүрмейтін болды. Қазір сезіліп тұр кәдімгідей. Енді қазір теріп көрейік. Қаншалықты тартатын. Енді оны көліктің иесі жақсырақ сезеді, енді көлікті айдап жүрген. Қалай тартып тұрғанын. Сондықтан прошивкадан кейін өзіне беріп, бір тест жасап көрсін. Қалай болғанын өзі бақылап көрсін. Біз енді айдап жүрген көлік болмағасын. Біз білмейміз. Бұрын қалай болды қазір. Бірақ кеше айдап қараған кезде кеше кәдімгідей тартқан жоқ. Қазір ойдай бір өзгеріс бар екен. Кейде ондай моменттер болады. Прошивка арқылы көлік жөнделіп қалады деген нәрселер де болады. Бірақ та ол постоянно емес, яғни постоянно жөнделе бермейді ол. Біздің жағдайда прошивка в любом случае жасау керек болды, яғни катализатор алып тастағаннан кейін ол по-любому жасау керек. Алып тастаған дұрыс болады. Сондықтан қазір кері айналып көреміз қалай болады. Намаз уақытта кірген екен. Қазір светофорда тұрып, жақта жүріп жүр. Жол жүр. Gaz до конца басып жатырмын. Күн жаңбыр, қатты жүре алмаймын. Сәл де болса бар, бірақ та қалай енді пропуск бар ма жоқ па соны қарап жүрейік. Қаншалықты пропуск бар екен. Бірінші цилиндрде аз-маз бар екен. Газ басып жеп қалған кезде кетіп қалатындай болып тұр. Қазір көреміз тағы да. Енді кері бұрыламыз.
жақты өтіп жібер. Енді кері бұрыламыз. Жайлап жүріп көрейін. Бір қолымда телефон. Иә, бірінші цилиндрда пропуск шамалы бар екен, бірақ жүрісі маған өзгерген сияқты. Енді бұл көліктің иесі өзі көре жатар. Бірақ бірінші цилиндр что-то нетто, меніңше ол форсункалардан да болуы мүмкін. Себебі біз кеше свечи катушкалардың бәрін ауыстырдық сразу ходтан.